Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біліп жүруіңіз Айдарының қонағы діннің нағыз жанашыры Әлімжан Қажы ағамыз. Олай болса, Әлімжан аға, қош келдіңіз. Бүгінгі бағдарламаның аты біліп жүруіңіз болғандықтан, өзіңіз туралы енді халық біліп жүрсін деген ойменен шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз, қай елдің тумасысыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, амма баъд. Ассаламу-алейкум, құрметті бауырлар. Алланың сәлемі болсын. Мәжілісіміз енді құтты болсын. Мәжілісімізді Алла берекелі қылсын. Енді біз бұл Екібастұз шаһарында көп танымайды да, біле де қоймайтын шығар. Жалпы біз мына Баянауланың жерінде сол өстік, өндік. Сол жерде анау тау тасына жаратқанның нұры түскен топырағына құт қонған енді киелі Баянда сол топырақта тудық, сол топырақта өстік. Сонымен енді шындағы сонымен өзімізге абырой көреміз. Сол елде топырақ қандай, оның енді біз қандай деңгейде болсақ та сол топырақта туғанымызда, кешегі қазақтың белгілі ұлылар туған топырақта сол дүниеге келгенімізге, соны енді әр адамның анау туған жері еш нәрсе жоқ, сенен ыстық, себебі сенен туып сенен іштік дейді ғой. Сондықтан сол елден өстік, мектеп қабырғасынан, сол жерден әскери борышымызды сол елден барып өтіп, жаңағы сол мектеп жаңағы үйлендік, сол жерде өсіп өндік. Енді ертеңгіде осы 3-4 жыл болды осында келгенімізге, осы Екібастұз шаһарына осылай дегенмен, сол жерде біраз дінге қызмет еттік, медресе оқыдық. Содан кейінгі жағдайларда Баянаулада 10 шақты жыл сол найып имам, Мәшһүрсіп ауылында, Мәшһүрсіп Көпейлі мешітінде сол жерде 11 жыл имамдық қызмет атқарды. Енді содан осы жерден еліңізді айтып отырсаңыз. Енді Баянауылдың Құндыкөл ауылынан біз, бұрынғы Алексеевка, қазіргі Құндыкөл. Енді Көлден Болат деген сол Баянаулаға танымал ақсақал болды әкеміз. Сол кісінің ұрпағымыз, енді баласымыз. Жақсы. Енді қандай білім алдыңыз аға? Өзіңіз қай жерде білім алдыңыз? Біздік енді негізі біліміміз енді анау әке көрген оқ-жанар дегендей көп жағдайда енді білімімізді ауыл осы мешітінен үйрендік. Қазиз деген молламыз, имамымыз болды ауылда. Сол кісілерден дәріс алды. Содан кейін сол әкеміздің өсиетімен артымыздан иманды ұрпақ қалатын болса, ана дүниеде Алла тағала бізді жалғайды. Құдай тағала ата-анасын тозаққа салуға ұялам дейді екен, артында ибалы жаңағы қыз иманды ұл қалса. Сондай сол әкенің өсиетімен мына Павлодардың 1 жылдық медресесін бітірдік. Ақмешіт кезінде мына атаның Мәшһүрсіп Көпейлі мешітінің алдындағы сол облыстың орталық мешіті, сол жерден сол мешіт қабырғасынан дәріс алдық та, сосын сол Баянауылда қызмет еттік енді. Енді алғашқы жұмыс орныңыз Баянауыл мешітінде? Баянауыл мешітінде сол найып имам болып сол жерде қызмет атқардық. Тамаша. Ол жерде Баянауылда шәкірттер тәрбиеледіңіз бе әлде? Баянауылда жақсы шәкірттер тәрбиеледік. Енді ол кезде сол 2000 жылдың басында біз сол ниеттік. Ол кезде әлі шындағы біздің әлі енді егемендіктен кейінгі алғашқы 10 жылдығының ішінде сол діннің сусап тұрған кезі, халқымыздың сол бізде көп балалар оқыды. Тіпті қазіргі сол балалардың барлығы осы күні ешқандай ағымға кетпей, мынау негізі діни тәрбие бір бөлек, алау жаңағы отбасындағы ол мынау жалпы адами тәрбие бір бөлек. Енді Мәшһүрсіп бабамыздың мына бір сөзін айтсақ, осы мен өзі уағызымда, өзімнің насихатымда жалпы өзі халыққа бір нәрсе, бір үлгілік бір сөз айтқан кезде Мәшһүрсіпті көп қолданады. Сонда Мәшекең Жарықтықтың сөзі бар: Алланың шеберлігін көзіңмен көр, тіреусіз тұрған жоқ па көкпенен жер. Алланың ризалығын шын ойласаң, балаңды кішкентайдан оқуға бер. Балаңды оқуға бер жас басынан, Алланың құр қалдырмай олжасынан. Жұғуы бұл ғылымның молда бала ата-ана төртеуінің бірдей болған ықыласынан дейді. Яғни бұл жерде енді баланы бізде қазір осы күні дінге жаңағы шақырып, балаңызды дінге оқытайық, имандылық, баламды молла қыламын деген бір түсінік бар. Жоқ, олай емес. Ең бірінші адам кешегі бабаларымыз айтқан екен ғой, бала берсең дана бер, дана бермесең шетінен ала бер деп. Яғни ұрпақтың имандылығы. Сондықтан да тек қана молла болу үшін ғана емес, адамды кешегі аталарымыз неге ассалаумағалейкум дегенде уағалейкумассалам айналайын молла бол дейді. Қазір енді biz осыдан дұрыс молла бол деген сөздің өзі несін мәнін түсінбей қалдық.
молла бол деген иманды бол айналайын, білімді бол деген сөз. Бұл жалпы осы қазақ өзі осы ислам дінінің насихатын бір-ақ ауыз сөзбен қайырып отырған халықпыз. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді қазақ. Осының барлығы біздің мынау дініміздің жаңағы қазақтың ұштастырып дінмен өріп тастағаны. Қазір қарап отырсаң жастарымыздың тіпті өзі дінді үкіметтен бөліп тастап, дінді дәстүрден бөліп тастап. Жоқ, бұл олай нәрсе емес. Дін дегеніміз енді біздің күнделікті өміріміз ғой. Сондықтан да біз жаңағы Баянауылда осы сол қаншама балаларымыз оқыды. Солардың арқасында әкесі, шешесі неге келді? Жаңағы мешітке намазға келіп, адал мен арамды, обал мен сауапты негізі бала күнінен білсек, ол адамнан ешкімге жалпы қиянат бола бермейді ғой. Тамаша. Енді Баянауылды мешітінде қызмет жасадыңыз. Одан кейін Жаңажол ауылына келдіңіз бе? Жаңажол ауылына келдім. 2005 жылы мен Жаңажол ауылына 2006 жылы Жаңажол ауылына келдім. 2006 жылы Жаңажолға келдім. 2006 жылы келдім. 2006 жылы Жаңажол ауылына келдім. Мен енді өзі бір неммен келгенім жоқ. Мен жаңа айтып отырмын ғой, жалпы осы менің өзі бала күннен әкеден жұққан шығар. Осы әкеміз мынау Мәшһүр бабамыздың енді осының мұрасын жаттап жүрді. Ол кісінің өлеңін енді әкемізді ақын-жанды адам болды да, сол осы өлең сөзге көп үйір болды да. Сол кісінің есімен енді біз тек бала күннен үйір болдық та. Содан ауданның әкімі сол кездегі Қорабай Шәкірұлы, сен Әлімжан, осы мына атаның басы кесенесі салынып жатыр. Осы жерге сен бірде-бір лайықты адамсың, сен сол жерге барсаң, мынау жалпы енді дінмен осы Мәшекең Жарықтықтың негізі әулиелік дәрежеге ол өзінің бір күшімен, несімен емес, Алланың жеткізгені ғой. Мәшекеңдерге сондай Құдай тағала бір қасиет беріп қойған. Енді осының барлығын сен нағыз соны біліп келген жамағатқа осындай айтып отыратындай, сен сол жерге лайықсың деп маған 2-3 рет қол қосып, тіпті 1-2 жылдық еңбегімді қолыма беріп, сен сол жерге бар деп қол қалап алып кеп, содан бастап мен 2006 жылы Мәшһүр бабамыздың анау кесенесі салынды да, мен 2008 жылы жаңадан мешіт салып берді ол жерге, сол кісінің атына маған. Бір азамат, Иран деген азамат марқұм болып кетті. Міне сонымен сол жерде енді мен 11 жыл табан отырмай 11 жыл қызмет еттім. 105-тей бала, мен өзі жай едім, мен өзі әлі қағазым бар. Сонда біз осы 11 жылда менің алдымнан 105 бала оқыды. Сол ауылдың өзінде? Жылдағы, алғашқы бетте енді келген бетте қызық, мен келген жылы Мәулид мерекесіне дәл келдік, пайғамбарымыздың туған күні. Енді сол жердегі халықтың, балалардың біле бермейді. Мен Мәулид мерекесін өткіздім. Содан Мәулид мерекесін үлкен той қылып өткіздік те, сонда ана ауылдың кісілері, ауылдың балалары, жаңадан келген молла туған күн жасап жатыр екен. Оның туған күніне барамыз ертең деп бәрі сөйлеп жүрді. Енді ол дініміздің білмейді. Енді артынан ол енді жалпы бұл енді Мәшһүр бабамыздың өз сөзі бар, мынау күнәнің ең ауыры Алладан басқаға табыну дейді. Әлі енді сол кездерде енді бабамызды халықтың көбі көңілі тура осы Құдай тағаланың несі емес, жарылқаушыда, біздің елдің жәрдемшіде, Мәшһүр біздің неміз деп солай халықты енді бір қате түсініп. Бірақ енді сол Мәшекеңнің өз сөзімен айтатын болсақ, менің үш ақ нәрсеге жүрегім хақ, басқа нәрсеге көзім көрмей сенбеймін. Анық сенетінім Алланың барлығы, Алланың жалғыздығы, Алланың күштілігі дейді. Көзбен көрген анық, құлақпен естіген танық, бірақ анық сенетінім осы Алланың үш сипаты дейді. Енді соны халыққа насихаттадық. Алланы біреуді екі деме, көп сөйлеп, көпір қылып уақытты жеме. Алланы екеу деп жолдан тайсаң, мінесің қияметте қасіретке ме дейді Мәшекең. Міне осы сөздердің астарын түсіндіріп халыққа. Содан халқымыз енді сол жердегі ел жаңағы дұрыс түсініп, артынан осы жаңағы жарылқаушымыз кім, пайғамбарымыз кім, сондай-ақ әулие деген не нәрсе, осының барлығын біз осы сол қызметімізде елге түсіндіріп, сол балаларымыз, жаңа айтып отырмыз, 11 жылдың ішінде 100-ден аса бала оқып, енді бүгінгі күні сол балалар адасқан жоқ, басқа ағымға кеткені жоқ. Олар дәстүрін түсінді, міне дінімен қоса. Сондықтан да міне осындай енді шама-шарқымызша қызмет еттік. Негізі енді мынау ел іші алтын бесік дейді ғой, негізі қазақтың мәдениеті ауылдан шықты ғой, енді қалай да болсын. Бірақ осы бүгінгі күні біздің мешіттерді, ауыл мешіттерінің шіркін көп жағдайда жұмыстары ақсап тұр. Жағдай жасалмай тұр. Жағдай жасалмай тұр, шыны керек, өйткені оны енді ауруын жасырған өледі демекші. Негізі ол ауыл мешіттеріне
жағдайын жасап қойса, имамдардың бір еңбегін шешіп қойса, ол жерде дұрыс оқыған имам барар еді. Имам болғаннан кейін ол жерде дін жүреді, өзімен жаңағы тәрбие жүреді. Қысқаша айтқанда, мынау Яссауи бабамыздың сөзі бар екен: адамға ең бірінші діннен бұрын иман керек дейді. Имансыз алған білімің өзіңнің қас жауың дейді. Ал құр біз мынау зайырлы білімді оқығанымызбен, оның ішінде біздің имандылық неміз жоқ. Қазақ не деді? Малымды ал деді, жанымды ал деді, бірақ арымды алма деді. Ал енді ар ұят иманнан ғой. Ар ұят иманнан. Дініміз адал мен арамды, обал мен сауапты осы күнделікті өмірімізде біздің жаңағы құдыққа түсіп кетпеу үшін, бір нәрсеге батпаққа жаңағы белімізден батпау үшін, өмірдің мынау күнә балшығына, күнә құдығына түспеу үшін бізге жол көрсетіп қойды не? Дініміз. Сондықтан да біз жаңағы осылай біздің халқымызда көп түсінік бар. Молла десе, мешіт десе, ол бір өлікке Құран оқитын, өлікке Құран оқитын орын деп, я болмаса имам молланы өліктің намазын шығаратын, сол өліктің маңында ғана жұмыс істейтін жоқ. Ең бірінші дін тәрге керек. Дін тәрге түсті. Өмір жолымыз біздің. Сондықтан да анау Мәшһүр бабамыздың сөзінен тағы айтатын болсақ, дініңді кім қорласа сол өшқасын, қорлықтан ақпап беді көзден жасық. Үйде өлген мың шіріктің бірі болмай, дін үшін арманың кетсе басың дейді. Міне сондай дінге емеше сүзілгеннен кейін біздің бабаларымыз қандай дәрежеге жетті. Кешегі сіз қараңызшы, біз жаңағы Баянауыл деп отырмыз ғой, енді біз Баянауылдың енді тау тасымен емес, біз сол жерден шыққан ғұлама, ғалым, данышпан данасымен мақтанамыз ғой мысалға. Біз неге? Өйткені олардың қай-қайсын алсаңыз да ең бірінші зайырлы білімнен бұрын имандылық білімді алды. Өйткені олардың барлығы молланың алдынан өтті. Олар білді. Анау мәшһүршілердің, мәшһүрлардың жаңағы 12 пәннің 8 пәнін меңгердім дейді. Жалпы біздің ислам дінінде Мәшһүр бабамыздың айтуы бойынша 12 пән бар екен. Біз қазіргі моллалардың мен біреулерінен сұрадым әлі тексере. Көбі біле бермейді. Оқып келген имамның өзі осы ислам дінінің пән, Мәшекең жарықтық жазады 12-де. Ислам дінінде 12 пән бар дейді. Соның 8-ін тәмамдадым дейді. Осының 12-сін тәмамдаған адамды молла дейді екен. Ал енді міне біздің бабаларымыз солар барлығы енді осы ислам дініне дегенде емеше сүзілді ғой. Міне мәшһүр бабаларымыздың анау асқынды болып жара жауырларым, тіпті жоқ жазу істі ауырларым, бірлік қыл басыңды қос пайдаңды ойла, қазағым қайран қалқын бауырларым дейді. Міне сол заманда біздің олар дінге де шақырды, сонымен қоса ауызбірлікке шақырды халқы. Міне осындай сол елде, мәшһүр бабамыздың елінде біз сондай жұмыс жасадық, насихаттадық. Жаңа айтқанымызда ішіндегі осы құр бізге қарындашатын жер бар енді. Өзің қазір имам болмағаннан кейін, өзіңнің сондай бір жоғарғы оқу бітірмегеннен кейін, жоғарғы жақта жұмыс істемегеннен кейін сенің айтқаның тыңдалмайды ғой. Қазіргі кезде қағазға қарап отырсыз бар. Бірақ қарын ашатын не? Біздің мынау кешегі бабаларымыздың, осы данагөй бабаларымыздың сөзін имамдарымыз қоса айтса, осыны ұрпақтың санасына біз қазақы немізбен сіңірсек, араби емес, дұрыс, біздің пайғамбарымыз араб несінен, кітабымыз жаңағы Құран арабша, бірақ енді Құранның мына бір аятын қайда тастап кетеміз? Мен сендерді ұлтқа, ұлысқа бөліп қойдым дейді. Бір-біріңді бірін тану үшін дейді. Ал енді біздің барлығымызда дініміз арабтың, пайғамбарымыз араб нәсілінен болғаннан кейін, осы біз ислам дінін ұстандық. Ал бірақ енді біз жерде Алла тағала біздерді ұлтқа бөліп қойғаннан кейін, ұлт неменесімен ұлт? Дәстүрімен, өзінің тілімен, өзінің салт санасымен, осымен ұлт қой. Сондықтан да қазақты жер бетінің барын қазақ қойса, не болмаса жер бетінің бәрін араб қойса, біз не болған болар едік? Ал міне сондықтан да Құдай тағала бұл жерде қазақы бәсекелігіміз, қазақтың діні қандай болып тұр? Біз оны қалай өсіру, қай жағымыздан, керемет жағымыздан діннің. Мынау Құранда аят бар, инна дина индаллахи ислам дейді. Алланың алдындағы шынайы дін ислам дейді. Міне біздің бабаларымыз осы дінді өз қылыштың күшімен емес, өздерінің ақыл ой сана сезіммен осы дінді қабылдады. Осы дінді біздің өмірімізге не қылды? Салт дәстүрімізбен өріп тастады ұрпаққа. Міне осыны біз әлі түсіне алмай жүрміз. Енді мына қарның ашатын көп қой енді, соның ішінде мынау біздің қазақша білмей дінді
орысша үйреніп жүрген балалар, бауырларымыз қазақша бата жасай алмайды. Өзінің бірақ дұрыс енді қазақша білмеген адам дін ұстамасын деген қағида жоқ, бірақ айтса да біз мынау біздің орысша тіліміз кімнің діні? Бұл христианның дінінің тілі ғой. Христиан халқының біздің тіліміз қазақ қой. Енді біз ертең сонда біз намазды ертең оқып жатырмыз, Алланың алдында намаздан сұраламыз деп. Дұрыс. Бірақ тілімізден сұралмаймыз ба деп қорықпаймыз ба? Өйткені бізді Алла қазақ қылып жаратқаннан кейін сен неге өз тіліңмен безуің керек? Анау сондықтан да айтады ғой, тіл қыранын баптай біл, дін шырағын сақтай біл. Дінді ұстасаң қасіретің, ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің дейді. Міне осы сықылды біздің бабаларымыздың қандай керемет сөздер, осыны. Жаңа айтып жатсыз ғой, дәстүрді келтіріп жатсыз ғой, мысалға. Жаңағы дәстүр, тәрбие жөнінде біраз нәрсе айта кетсеңіз, өйткені қазіргі кезде өтірік айтатын емес, жаңа жас буындар кейде адасып жатады. Соның сыры не дейді ойлайсыз, қалай ойлайсыз? Неге адасып жатыр кейбір жастар? Жаңа мен айтқан сықылдым, осының барлығы жас ағашта қалай бұрсаң да өседі. Қалай бұрып қойсаң да ол жас ағаш иіле береді. Ал енді өсіп ағаштың түбі жуанданып, тамыры жуанданып, жаңағы ағаштың өзі өскен кезде оны бұрам десең шорт сынады. Міне сол сықылды дүние ғой. Тәрбие негізі жастан, мынау жаңағы дағы айтып келіп отырмыз енді. Кешегі біздің бабаларымыз немене сонда ақымақ болғаны ма олар? Олар ешқандай өзінің жаңағы мен айтып отқандай. Сонда біз қайсымыз айта аламыз? Қандай осы қазір біздің білімдіміз деп жүрген адамдарымыздан кешегі біздің оқымаған бабаларымыздың дала мектебін бітірген. Солардың сана сезімі жоғары. Біз қазір бәленбай адам айтып кетті деген, бәленбай адам айтты деген сөз арттарында қалып жатыр ма қазірларды? Не болмаса сол жаңағы біздің мәшһүр Абай, Шәкәрім, жаңағы яссауилардан кез келген осы біздің қазіргі білімді деген қазіргі жастарымыз сонда немене артық ақылды болды да аналар ақымақ болды ма? Міне олардың барлығы не жаңа айттым ғой мен, бірақ ауыз сөзбен жасынан тәрбие керек. Діни тәрбие керек. Мынау дін дала гүлсіз денсе тозады, адам дінсіз денсе азады дейді. Мынау қазір қарап отырсаңыз ішіндегі адал мен арам, обал мен сауап айырылмай жүрміз. Біздің қазақы дәстүрімізден мынау тағы мәшһүрға келетін болсақ, адасып осы бұны қазақ қалды. Негізгі ата баба кәсібінен. Жылқыға керек жерге егін салып, жер жыртып мұжық қалмас кәсібінен деген бір өлең бар. Қазақтың адасып бара жатқан. Сондықтан да енді осының барлығы негізі адасушылық. Біз мынау кешегі 70 жыл үкіметті жамандаймыз. Бірақ біз сол жердегі осы 70 жылда өскен кешегі енді әкелерімізден, міне әкелеріміз білеміз. Әкелеріміздің жаңа бірін-бірі біледі. Солардың мейірімі, солардың достығы бір-біріне деген артық болды. Қазір сен қараш, қазір біз күн үшін ғана, анау Абайдың сөзі бар, бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, 100 болған салт шықты дейді. Міне осының барлығын қарап отырсаң, осының барлығы неде? Біз қазір дүние қуып кеттік. Ал біздің бабаларымыз дүниеге ден қойған жоқ. Олар дүниені қолмен ұстады, жүректе Құдайды ұстады. Ал біздің қазір мынада дүние қолымызда Құдай Алла қалып қойды. Қазіргі сонда заман өзгерді, бірақ заман емес, адам өзгерді дейсіз. Адам өзгерді. Бұл 70 жыл жаңа айтып қой. Осы 70 жылдағының жемісін біз қазір жеп жатырмыз. Өйткені бізді 70 жыл әкелеріміз аура деп совет үкіметіне қызмет етті. Отбасындағы, ошақ қасындағы тәрбиеледен бере алмай қалды. Бірақ үкіметтің кешегі қызыл саясаттың, үкіметтің саясаты сұмдық болды, идеологиясы. Олар сондай бір балаға дейін сол идеология жасап жатыр ғой, Октябрь, пионер, комсомол, не болмаса үлкендерді партия, ура, за родину, за Сталина дегендей, жаңағы солар урамен жүрді де отбасындағы тәрбиелеу. Енді сол кешегі біздің бабаларымыздың, әкелеріміздің солар үкіметтің несімен жүрген кезде содан өсіп шыққан біздер қазіргі буын. Міне біз жаңағы көбіміз діннің не екенін білмей қалдық. Дәстүрдің, тәрбиенің не екенін білмей қалдық. Біздің сол кездегі берген тәрбиелеріміз қазіргі күннің тәрбиесіне төтеп бере алмай қалды. Қазіргі мынау жаһандану дейді ғой енді. Адамның санасы өскен сайын, мынау ғылым дамыған сайын дінде дамиды деп қойды. Мынау қазіргі даму, қазіргі өзгеріс, мынау өсіп ақылдың несімен кетіп бара жатқан мынаның барлығы. Қазір қарап отырсаңыз, міне біздің тәрбиеміз мынау интернет осы болып кетті. Осы болып кетті.
бұл енді одан алған тәрбие болмайды. Нақты айтылған әкелік тәрбие, шешелік тәрбие, бала түнімен уақытында сағат жаңағы баланың жататын уақытында сотқа қой енді жат демейді ғой. Әке келіп жат деп жаңағы бұның тәрбиелік мәнін айтатын болса, міне әкенің тәрбиесі, шешенің тәрбиесі бір-бірі. Біз міне бір нететініміз, біздің осы күні кешегі біз қалай бір үйде әжептәуір балалар өсті. Балалардың саны болды. Бірін-бірі жаңағыдай көп бала болғаннан кейін бұл бірін-бірі өсіреді, бірін-бірі нетеді, бірін-бірі бағады. Қазір біз қалай бір-екі бала ғана тауып алдық, айналайын, же, іш, осы өмірім, тапқаным сенікі деп еркелетеміз, бірақ оған тәрбие бере алып жатқан жоқ. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға 7 жастағы баланы алып келген екен. Я Расулалла, мына баламды мен имандылыққа, тәрбиеге деген пайғамбарымыз айтқан екен. 7 жыл кеш қалған екенсің деп. Я Расулалла, қалай 7 жыл деген айтты? Бала құрсаққа біткен кезде тәрбиелеу керек. Қалай? Адам харам ішпеу керек, ызақор жылау болмау керек, жайлы болу керек. Бала өмірге келген кезде уақытында емізу, уақытында құрғату, осының барлығы балаға әсер етеді. Ал енді олай уақытында құрғатылмаған балаға, уақытында емізілмеген балаға, жаңағы құрсағында жатқанда харам ішкен ана, одан түзу тәрбие шықпайды деген. Одан ызақор жылау шығады деген. Сондықтан да 7 жыл кеш қалған. Міне сондықтан ал біздің бабаларымыз енді біздің ішінен бастап жаңағы құрсаққа біткеннен тәрбиеледі ғой. Не дейді қазақ? Некесізден жетесіз бала туады деді. Бұл некесіз дегеніміздің мағынасы құр неке қию емес, бұл некеде имандылық бар. Имандылық бар. Міне осының барлығын жаңағы бісмілламен баланың бойға бітуі, дүниеге келген кезде жаңағы баланы дұрыс, алба жұлба болмай, пиво ішіп, вино ішіп жүріп бала көтермей. Біздің қазір жастарымыз, қазір қарап отырсақ енді ұлты қыздарымыздың қолында пиво жүреді. Енді одан туған баладан енді қандай, мынау жалпы енді ғылыми түрде дәлелденген жағдай екен. Мынау хараммен, арақпен жаңағыдай бір бойға біткен бала, былай ақыл ойы дұрыс, былай күнделікті жүріп жүр, алдыңда өсіп келеді, жақсы, бірақ сана қалыптаспайды екен толық. Харамнан бойға біткен бала. Ал енді біздің кешегі шыны керек, оны немен жасырамыз? 70 жылда біздің арақ деген атамыздың ас болып кетті ғой. Әкелеріміз осыны ішіп, осымен бала жаратылды. Осының жаңағы мен айтқандай жеміс. Содан туған балалар бүгін күні. Біздің неге кешегінің Сәтбаевтары, Торайғыптары неге бүгін шықпайды? Неге шықпайды? Осы кереметтеп мұны ғұлама, ғалым, академиктарының елге тиер пайдасы. Көріп отырмыз ғой енді. Кешегі ауылда өскен, дала мектебін бітіріп, сайын далада қырда мал бағып жүрген бабаларымыздың санасы, аталарымыздың. Сонда қарап отырсаңыз, кезіндегі өзіңіз айтқан әкелер мен қазіргі әкелердің айырмашылығы таудай дейсіз ғой. Таудай. Кезінде шынымен де өзіңіз айтпақшы жаңағы әкелеріміздің қас-қабағына қарап өзіміз қорқып отыратынбыз. Тұрсынбек сөз аузыңызда Тұрсынбектің бір сөзі ғой. О кездегі әкелер әкеді ғой дейді ғой. Әкеді ғой олар. Сондықтан да қазір енді әкелеріміз жұмсарып кетті. Неге екен? Қазір соны халық түсіндіре алмай қойдық. Неге әкелер жұмсақ болып кетті ме? Әлде балажан болып кетті ме? Соны түсіндіру қиын болды. Айтып отырғанымыздың нәрсе, қазір бізде ақсақалдар мектебі. Көрдіңіз бе? Керек дейсіз ғой. Әке ата тұрған кезде, мысалға біздің әкелеріміз шешесі болған кезде, мынау менің балам деп айтпайды. Олардың ата-аненің тәрбиесі бөлек болды. Өзі ата әженің қолында өскен балаларды қараңызшы, олар ер мінезді, көп нәрсенің парқын білетін. Солай сылды. Енді қазіргі бір-екі айтып тұрмын ғой, бір-екі бала тауып аламыз да, оны айналайын ішше, оның жаңағы қазақта сөз бар ғой, тентек баладан жынды бала жақсы деп. Ауру бала анау. Тентек бала жаңағыдай эгоистік, өзіме ғана болсын дейтін, адамында болсын демейтін. Осының барлығы жаңағы бір-екі баланы тауып алдық та. Оның үстінде осы кешегі Совет үкіметі мынау егемендіктің алғашқы жылдары бір қиын кездерде біздің жеңгелеріміз дейік, жаңағы келіндеріміз осы базарда шығып, ер адамдарға жұмыс болмай, осы бір уақытта кезенде
ер адамдар басылып қалды, аналар асырады. Қазір да қарасаң да еркектің орнында жылысып жүрген енді көбінесе не әйел адамдар бар. Міне осы кезде кішкентай біздің еркектеріміздің кішкентай несі төмендеп, қазір енді тіпті енді үрейліңді алды, шалбарыңды алды. Енді ер адамның енді көп несі, енді негізі шариғатымыз айтады, ер адамның орны бір бөлек, әйел адамның орны бір бөлек дейді. Ер адам үйдің ұстыны дейді, яғни тұтқаның иесі. Ана отбасының алтын қазығы, жылуы, жанұяның ақылшысы. Ал енді әке отбасының тірегі. Міне сондықтан да әйел адам өзінің орнын білсе, еркек өзінің орнын білсе, дінімізді қарап отырсаңыз, дін адамды тәрбиеге үйретеді. Адамның өмірдегі орнын көрсетеді. Біз осы дінді білмегеннен кейін дінді білмей қалдық. Дінді біл. Мына негізі бізде шыны керек, мынау ислам діні, біздің Құранымыз жақсы бол. Ешкімге қиянат жасама. Мейірімді бол, рақымды бол. Өзің жақсы болсаң, отбасың жақсы. Отбасың жақсы болса, көршің жақсы. Көршің жақсы болса, ауылың жақсы. Ауылың жақсы болса, аймағың жақсы. Сонымен барып ел қалыптасады да. Сондықтан да біз екі баламызды дұрыс баға алмай жатып, біз мемлекетке бірдеңе айтамыз. Біз ол ең бірінші ең кішкентай отаның отбасың ғой. Сол отаныңды әдемілеп алып шықшы. Қанатыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, дұрыс тәрбиемен, ислами тәрбиемен, кешегі дәстүрді қоса сабақтап, бабаларымыздың жолын кешегі қарап отырсаңыз, өзіміз әжеміздің қолында болдық. Сонда сол әжеміздің жыр дастандарды қандай білуші еді. Міне олар соны бір елге көрсетейін деген жоқ, тәрбиесін жаттады ғой. Ертеңгі санасына сіңірейін. Сондықтан да осыдан айырылып қалған сықылдымыз біз. Енді өзіңіз айтып жатсыз ғой, енді біраз өзіңіздің білім алған жеріңізді. Қажылыққа қай жылы барып келдіңіз? Қажылыққа 2010-2011 жыл бардым. Сонда қажылыққа өзі облыстан жүреді осында, бір өзіміздің бір жанашыр ағамыз, енді ол кісі марқұм болып кетті, бірақ тірісінде де айтып еді, мен жібер деп айтып тастады. Сондықтан да ол кісінің демеушілігімен жақын бір ағам, жанашыр ағам, елдің бір абыройлы азаматы болды. Сол кісі жіберді, бар да бар деп. Сонымен Алла нәсіп етіп барып кетті. Енді бабамыздың өзі қарап отырсаңыз, осы айналамызда бабаларымыздың біреуінің табаны жерге тиген жоқ екен. Енді олар армандамады дейсің ба? Әкеміз де армандады, мен білем. Бірақ жағдай, ол кездегі жағдайлар бір бөлек нәрсе. Сондықтан да олардың жасай алмағанын бізге нәсіп етті. Ол жерде де сол енді негізі мәшһүр айтады. Бесінші бізге бару, қажы бару. Бізге парыз қажы бару. Бұл жолға малмен жанды керек салу. Шақырған бір құдайдың о жеріне адамға қиын екен бармай қалу дейді. Пайғамбар байлар қажыға келсін депті, үмбетім мені келіп көрсін депті. Жағдайы бола тұра келмеген жан қауымында кәпірлердің өлсін депті. Жағдайы бола тұратын жан барса, о жердің ішіндегі негізі қарап отырсаңыз, біздің өмір мен ана жердің өмірі жер мен көк дейді. Өйткені адами тәрбие, имандылық тәрбие. Аяғыңды біреу басып кетсе, кешірім сұрап жаны шығады. Біреуді біреу ренжіту, не болмаса жаңағы алтын сатып жатқан магазиндерін ашып тастап намазға бара береді. Бізде қазір охрана қойып кетсең, охраныңды өлтіріп алып кетеді ғой. Сондықтан да ол діннің несі ғой. Сондай қараңғы халықта, туған қызын тірідей көмген халық. Бұл менің абыройымды кемітеді. Әйелін дүние ретінде сатып жеретін халық. Одан түйені бағалаған екен әйел. Сол халықты сондай мәдениет алып келген кім? Діннің несі ғой. Сондықтан да біздің бабаларымыздың жаңағы мәшекеңдердің дініңді кім қорласа сол ешқасың дейтіні. Бірақ бүгінгі күні дін қорланып кетті. Бүгінгі біздің қазақты біз қазір шыны керек дінге тіл тигізетін адамдарды естіп жүрміз. Дінге тіл тигізетін адамдар. Оның барлығы неден? Дұрыс дін. Уағызды жүргізе алмағаннан кейін бе? Әлде сондай бір бәлен бөлікке өз қағынан өзі жеріп қазір қарап отырсаңыз, домбыра тартпа, келіннің бетін ашпа, дастарханға қол жайма, болмаса әруағыңа Құран оқыма, ұмыт дейтін өз қағынан байқын, өзінің күнде ішіп жүрген қақ деген қазақтың анау
жалпақ тілмен айтқанда өзінің ішіп жүрген суы ғой, содан жерген. Міне сол сықылды өз қағынан өзі жеріп жүрген біздің балаларымыз. Олардың барлығы неден? Жаңағы неден жеріп жүр? Міне осындай кішкентайынан, жасынан, бойына, санасына дұрыс имандылықты сіңіре алмағаннан кейін, көлденен, көк аттыдан, көшеден үйренгеннен кейін осындай жағдайда. Міне, сондықтан мен айтарым, қазір өзін көріп, күнделікті өмірімізді көріп жүрміз. Мынау қарап отырсаң, біздің енді бір 50 жылда ел жаңа дейді. Біздің егемендігімізде қазір 30 жыл болды ма? Енді 20 жыл, 50 жылда ел жаңа. Осы 50 жылда біздің кешегі өтіп кеткен бабаларымыз мынау сенің ұрпағың деп алып келсең танымайды, жоқ қой менің ұрпағым емес. Мынау мен жоқ, бұл мүмкін емес. Өйткені қазір қарап отырсаңыз, тілден де безіп барамыз. Мынау енді біз 50 жылда біз мүлдем осы тілден кетіп бара жатқан қаламыз. Дұрыс айтасыз. Өйткені қоғамымызда үлкенімізді, жасымызда, жасамышымызда орысшаға оқып. Әйел адамдардың несі? Ана тілі деп неге айтты қазақ? Отбасында аналардың тілі орысша болды. Қанша не дегенмен орысша еді. Көріп жүрміз күнде осы жабдықтарға барасың, халықпен араласасың. Сондағы осы қарап отырсаңыз, біздің мынау ал енді жаңағы қазақы ой болмай, қазақ тілімен біздің ойымыз қалыптасады. Ойымен не сана сезімің солай өсу керек. Біздің ойымыз орысша. Шыны керек, орыс тілді адамдардың көбі ноқайлау, санасы дәстүріне біз қарап қарамайды. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, кейбір уағыз айтатын адамдар кейбір жеткізе алмайды деп. Мысалы мен өзіңізді шынын айтқан кезде өзі талай көріп жүрміз ғой. Жаңағы Мәшһүр атаның сөздерін, Абай Құнанбаевтың, жаңағы Шәкәрім аталарымыздың сөздерін мысал келтіріп айтасыз. Бұл бір жағынан халыққа бір қалай айтсам, жақсы жеткізу ме, әлде қалай деп өзіңіз мысал келтіріп отырсыз ғой? Негізі енді жаратылысымыз, жалпы табиғатымыз қазақ қой. Мәшекең жарықтықтар араб тілін білген, татар тілін білген, көп тілді білген. Былай айтқанда діннің жілігін шағып майын ішкен адамдар, солар өлеңінде қалай жеткізді? Өзінің қазақтың жалпақ сөзімен, дінімен, дәстүрін өріп жеткізді деп отырмын ғой жаңа. Міне, бұл бойға сінеді сонда. Шыны керек, қазір мен бір жерде осылай Мәшекең жарықтықтардың Абайдың сөздерін қосып алған кезде кәшердікі екен, енді атын айтпаймын, енді айып болды. Мен қарсы шықты. Сіз неменеге оларды айта бересіз? Кім оларды? Міне, танымайды. Арабты айтыңызсайшы, арабтың жаңағы сахабаларды айтыңыз. Жоқ, мен ешқандай нем жоқ, сахабалар пайғамбарымыздың жолдастары. Оларды айтамыз, бірақ негізгі топырағымыздан, негізгі біздің өзіміздің лайымыз соққан бізді. Енді әр жердің лайы әртүрлі болады ғой, мысалға. Менің ауылымның лайы мен осы екі бастың жерінің топырағы әртүрлі. Былай айтқанда. Сондықтан да біз өзіміз қазақы топырақта қазақия өскеннен кейін бізге осыны бабаларымыз жаңа айтып тұрған ақымақ емес қой, сол дінмен өрбіді ғой. Негізі сондықтан осы жастарымызды шу беттен бастап тағы айтамыз, осы тіліміз, сонымен қоса дініміз нету керек, өріп жеткізу керек. Мұнда уағыздар, жаңағы кездесулер көп болу керек дейсіз ғой? Көп болу керек. Мынау мысалға енді осындай мәжілісті енді мүмкін сөзден сөз туады, анау толқыннан толқын туады, толқынды толқын қуады дейді ғой қазақ. Сол сықылды өзі бір толқын бастаса толқынды көтере береді ғой. Көтеріп шет жағына келген кезде тура тасқа соғып тұра, бұрқанып тұрады. Неден толқыннан толқын туады, толқынды толқын қуады дейді. Қандай қазақ сипаттап тұрады. Сол сықылды осындай сұхбаттарды мен ойлаймын, осы мешіттерде ме, осы жаңағыдай бір қоғамның әртүрлі несінен алып, ақсақалдарымыз бар, әжелеріміз бар, үлкендеріміз, сондықтан да осындай бір елдің алдында жүрген зиялы мынау азаматтар бар. Осылардың барлығымен осы мына мәдениеттің адамдары өздеріңіз сықылды. Осымен осындай бір сұхбаттар өткізіп, сонымен жұмыс жасаса. Тамаша. Сондықтан бізде енді көп жағдайда шындағы имамдарымыз, мен білем, көп осы дінде жүрген азаматтар
осы жай имамдық қызмет емес, жалпы осы намазхан, мешіт жақта жүрген көп азаматтарымыздың өзі, бәріне топырақ шашпаймын енді, бірақ біраз азаматтар сөздері, көңіл ойлары орысша келіп жатады да. Сондықтан да олар дәл солардың қасында менің мына әңгімелерім түкке жарамай қалады да. Мынау елдің азаматы болғаннан кейін бәлкім сөзді қабылдап, жаңағы ойыңа сабақтап отқан шығарсың. Бірақ жаңағы айтып айналып келген кезде мен айтып отырмын ғой, жаңағы орыс тілді бір азамат, сен мен оны айта берсің, кім ол, кто он такой деп жаңағыдай шыққан азаматтар жоқ. Сонда ондай жерде сіздің уағызыңыз да, ол жерде сіздің неңіз, сөзіңіз өтпейді екен. Сондықтан да ең бірінші жаңа айтып отырмыз ғой, негізгі біз қазір енді қарап отырсақ енді мешіттерде міне орысша уағыздар жүреді. Байқайсыз ғой, жұмаға барғанда қазақша да айтады, орысша да айтады. Мына Павлодарда мысалы бірінші қазақша айтады, жарты сағатын орысша айтады. Неге? Өйткені бауырларымыз қазақша түсінбейді. Жеткізу үшін орысша айтады. Орысша жеткізу үшін. Міне сондықтан да біздің жаңағыда айтқанымыздай сол енді негізгі қазақлықпен жеткізіп, имандылықты осылай ұштауымыз керек қой. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, өзіңіз Жаңажол ауылында біраз шәкірт тәрбиеледіңіз. Енді қажылық атағыңыз бар, енді осы қалада қазір екібастұз. Бірақ осы екібастұзда жүрген кезде біраз шәкірт тәрбиелеуге ұсынды сізге. Жоқ, мен оны қазір онда менікі орынсыз болады. Қазір арнайы бекітіп қойған жаңағы мешіт бар, ол жерде жаңағы имамдар бар. Олар кәдімгі мүфтияттан бекіткен имам, наиб имам, азаншы, ұстаз деген олар кәдімгі өздерінің статусы бар, былай айтқанда. Біздердікі былай айтқанда енді өзің рахмет, енді осы ағам бір діннен өзімнің көңіліме қонатын бір сөздерді айтып жүреді. Жоқ, әрине. Осы інімді ағамды осы шақырып бір несін тыңдайшы деп осы шақырған шығарсың. Жоқ, бұл мәселе сіздің жаңағы айтқан уағыздарыңызды жеткізе білу ғой. Сіз өзіңіз талай көріп жүрміз ғой, жаңағы мысал келтіріп отқан кезде талай өзіміздің жаңағы отырған ағаларымыз айтатын, мына кісі кім өзі? Жақсы жеткізеді екен, жақсы жеткізе біледі екен деп. Отырған отырыста жаңағы адам өзі аузы ашып тыңдайды да, жеткізге білгеннен кейін. Біз енді жаңағы жамандап кететін емес, талай уағыз айтып жүрген ағаларымыз, имамдарды көріп жүрміз ғой. Жеткізе алмағаннан кейін біздің тыңдай алмайды екенсің. Соны айтып отырған себебім осы, өзіңіз біраз нәрсе айтқан кезде жеткізіп айта жатасыз, сондықтан да шақырып алған себебіміз сол. Енді амандық болса алдағы уақытта енді имамдарды шақырамыз деген ойдамыз, өзіміз мешіт имамдарын. Енді жаңағы өзіңіз біраз мысал келтіргеннен кейін, жаңағы шәкәрім аталарымыз, абай аталарымыздың Мәшекеңнің сөздерін мысал келтіріп отқаннан кейін, ол қандай азаматқа, қандай жастарға болсын, ол бір тәрбие ғой. Қарап отырсаңыз, шәкәрімнің кім екенін, абайдың кім екенін айтып өткен. Және кейбір азаматтар білмейді деп жатсыз, көрдіңіз бе? Сондықтан да өзіңізді біз мақтан тұтамыз. Рахмет, Алла разы болсын. Сонда алдағы уақытта енді өзіңізде қандай жоспар? Енді қазір міне қазіргі уақытта кішкентай енді бұрын енді шыны керек күнкөрістің қамымен анаған жүрдік, мына жүрдік, жаңағы күзеттік қызметке барды, көшеде кісі тасыдық, жаңағы тасымалдаумен. Әлі де сол неме бар, әйтеуір енді отбасын асырау керек. Сонымен өз тіршілігім дегенмен де қазіргі уақытта мынау енді бейіт басында осы дежурный молда, дежурный жаңағы Құран оқушы шығып, халыққа кішкентай енді осы сол жерге келгенде де енді осы анау шырақшылар отыратын үйден анау аруағының басына барғанша мен кішкентай онда осы үндемей бармаймын енді. Барғанда кішкентай бір жолда осы айтып қаламын. Осы бейтті қалай зират етіп, өйткені шортикпен де келіп жатады, жалаң баста келіп жатады, әйел адамдар шалбармен де келіп жатады. Мен мынау мешітке барғанда енді мынау аруақтарымыз жатқан жерде біз қазақ үшін қазақ аруағын сыйлаған халық. Мынау біз қалай болса солай келсек, сол аруақтарымыз бізге лағнат айтады екен. Мынау біздің Құран оқып бір жанашырлықпен келгенімізге, соны қазақта сөз бар, киіміне қарап қарсы ал, ақылына қарап шығар сол дейді. Осы киімімізді дұрыстап, осы аруақты құрметтеп келдік қой, бұл жерде сіздің киіміңізге ешкім қарамайды. Сіз осы тойға осылай бір шортикпен қалай болса солай бармайсыз ғой. Ал енді сіздің мына әке шешеңіз сіздің ең қадірлі адамыңыз жатыр. Осы кісінің басына сіз дұға оқытуға келдіңіз. Сонда бір әдемі келсеңіз, осы жауып, ауратыңызды жауып бір келсеңіз болмады ма? Менің түкім кетпейді. Өзіңіздің былай айтқанда дұғаңызға өзіңіз бөгет жасап жатсыз, оқытқан дұғаңыз. Өйткені
әйелдің қалай болса солай келуіне дұғаға бөгет жасайды. Ол жерден періште қашады. Ол дұғаға тіпті осы алдынан тұрып дұғаны қайтарып беретін нәрсе. Қабыл болды деп жатамыз енді. Өйткені біздің мынау жақсы жиын, жақсы дұға, жаңағы дұрыс сөздер барғы жерде пайғамбарымыз айтып қойды, періштелер келеді. Олар әмин деп тұрады. Ол періштенің әминдеуімен сенің дұғаң қабыл болады дейді екен. Ал енді періште қандай жерден қорқады? Жаңағы әйелдің жалаңбас, қалай болса солай. Дәл дінде айтады ғой. Өзін еркекке ұқсатып жүрген әйелге дейді Алланың лағнаты жоқсын дейді. Өзін әйелге ұқсатып жүрген еркекке де Алланың. Қазір бауырларымыз ғой құлағына сырға сап. Міне осыған лағнат жоқсын деп қойды. Яғни жаңағы айтып отқанымыз еркекті еркек қылып, әйелді әйел қылып жаратты да Алла. Әр адамның өзінің орны бар. Өзі мынау қазақта сөз бар. Албырт жастық дейді. Абзал сардарлық дейді. Ұлағатты қариялық дейді. Осындай кезеңдерде әр адамның сөйлейтін сөзі, киетін киімі, ішетін тамағы, жүретін жолы өзіне лайық болу керек. Біздің қазір енді мынау 60-70-тегі аталарымыздың жымың жаңа қыз қырқынға қырындап сондай бір көңілін ұнатпай тұрасың. Қайта олардан бір албырттық, ұлағаттылық сезініп, ой шіркін ай деп, анау сонда сен ол адамның сұхбатын тыңдауға, тіпті сұхбат емес, ол адамға ассалаумағалейкум деп сәлем берудің өзі ғанибетте, ой айналайын, көп жаса, айналайын, уағалейкум салам, көп жаса деген қазір аталардан, қазіргі неден естімейсің. Сонда сәлем бермеді деп ренжиді, неге? Сен өйткені сәлемнің өзін дұр. Анау Әшекең Жарықтықтың сөзі бар ғой, біздерге сәлем беру болды сүннат, пайғамбар сүннатын түт болсаң қымбат. Сәлемнен табылады 20 сауап, наданға білмейтұғын ол да қымбат. Сәлемнің өзін дұрыс біле алмай қалды, басқасын былай қойып. Осының барлығын біз қазақтың қандай өзі керемет қылып осыны жеткізіп. Қазір енді қарап отырсаң, сондай азаматтар бар. Мынау желіден не істейсің? Дінді дәстүрмен өріп тұр, жеткізіп, жаңағы айтып жататын. Бар ғой. Осы біздің қазақи жолымыз осы ғой. Осыны біз негізі енді дінімізбен қоса қазіргі мен шыны керек осы Астананың бір мешітіне бардым. Сонда анау такой имам енді. Ол қаланың сол кездегі Астана қаласының бас имамы. Бисмиллямен бастады да ең бірінші патшамыз Нұреке, Нұрағаң деп бастады. Пайғамбардың сөзі, Құранның аятынан бұрын. Міне қазір біздің кезімізде шыны керек осы мешітке алғашқы жылған келген жылдары бізде ереже болды ұстап мешітте. Ол Аратбектің кезінде ұстап екен. Сонда дін имам саяси жұмысқа араласпайды. Имам насихат, жаңағы саяси насихат жасамайды. Имам имандылықты таратушы. Мешітті несі жаңағы халықтың рухани жетекшісі. Бізде қазір енді осы имамдарымыз мешіттеріміздің өзін саясаттандырып жүр. Имамдар қазір көп имамдарымыз жаңағы уағызында осы патшамыз, біз Құдайдың дін насихаттаушымыз ғой. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, мына желі бар, сол арқылы көп нәрсе айтып жатыр деп. Шақырып отқан себебіміз де сол аға. Сіздің жаңағы айтып жатқан, мысалы келтіріп жатқандарыңыз тәрбиесін бәрін осы халық болсын, кейбір жастар болсын, осы желі арқылы көрсін деген оймен шақырып отырмыз. Енді сізге көптен көп рахмет. Бұл жерде жаңағы сіздің білгеніңізді халық білген, ол дұрыс деп ойлаймын. Сол себептен ортаға өзіңізді шақырдық. Бұл жерде енді бір 20-25, бір 30 минуттық сұхбат болса да, халық құлағына жетеді деген ойдамыз. Әлде талай шақырарымыз деген ойдамыз. Сізге көптен көп рахмет. Тек жақсылықта жол ғой. Амин, Алла разы болсын. Мына осындай бұл да азаматтықтарыңыз, осы біздің дінге жанашырлығыңыз, еліңізге жанашырлығыңыз, біздің осы не болып барамыз дегендей, жастарымызда осыны өзіміздің негізгі тәрбиемізді берейік дегендей, ол да сіздің бір дінге, өзіңіздің мына ұлтыңызға қосқан неңіз. Сондықтан да бұлар осындай сұхбаттарыңыз көп болсын. Үлкен жаңағы елге белгілі. Біздер жай не айтып отырмыз ғой жаңағы. Сондықтан да бүгінгі күні осы көп жағдайда адамның шеңіне қарайтын жағдай. Сондықтан да осындай жаңағы елдің алтында жүрген азаматтарымызды алғызып, солармен осы. Жақсы, алдағы уақытта жоспарымыз бар. Жақсы. Өзіңізге көптен көп рахмет. Тек жақсы жолға рахмет.